Ассаламу алейкум қыздар, сіздермен бірге Нұрбиба Серік қызы. Бүгінгі тақырып кедей ойлаудың зардабы. Яғни, не себепті сіздің мышлениеңізда кедейлік мышлениясы бар? Бірінші себеп, қарныңыз тоқ болса да, тамақты лықия тойып жеу. Сізде бұл әрекет бар ма? Егер бұл әрекет болатын болса, дәл осы әрекетіңізге анализ жасау аса маңызды. Неге? Өйткені не себепті сіз лықия тойып тамақ жейсіз? Оның бірнеше себептер болуы мүмкін. Кішкентай балалық шағыңызда жеткілікті түрде тамақ болмаса, немесе тамақ болмай қалады-ау, тамақты соңына дейін жеу керек деген сияқты ойлардың себебінен сіз тамақты тойып жеп аласыз. Немесе інілеріңіз, бауырларыңыз көп болса, солармен таласып отырып тамақты жеген сәттер болуы мүмкін. Тамақ бітіп қалады, енді тамақ жоқ болады, қарным ашып қалады деген сияқты сондай ойлармен сіз лықия толып тойып алуыңыз мүмкін. Сол үшін де егер сізде осы себептер болатын болса, бұл себепті түртіп жазып қойыңыз. Бұл сіздің кедейлік мышленияңыздан туған іс-әрекет. Бірақ бұл іс-әрекет сізді алдыға жетелемейді. Өйткені тамақты лықия тойып жеген кезде жүрек әлсірейді, нәпсі өседі. Ал нәпсі өскен жерде, жүрек әлсіреген жерде міндетті түрде табыс азаяды, яғни кедейлікке апарады. Екінші себеп, балалық шағыңызда, мектепте жағдайы сіздің жағдайыңыздан жақсырақ сыныптастарыңызға қызыққан сәттер болды ма? Мысалы, сіз бір рюкзакты немесе бір киімді бірнеше жыл кисеңіз, ал сыныптастарыңыз әр жыл сайын жаңа киім киіп отырса, сізде осындай себеп болуы мүмкін. Яғни, сіздің өзіңіздің жағдайыңыз төменірек, ал сыныптастарыңыздың жағдайы жақсырақ болғандықтан сіз сыныптастарыңызға қызыққан сәттер болуы мүмкін. Өйткені әрқашан салыстыру болады. Мысалы, мектепке дейін сіз ол нәрсені сезбейсіз, өйткені сіз кішкентай болдыңыз, сіз ондай нәрселерге мән бермедіңіз, бірақ мектепке барған кезде өзіңізбен қатарластарыңызды көрген кезде олардың жағдайы жақсырақ, ал сіздің жағдайыңыз төменірек екенін көріп қызыққан сәттер сізде болды ма? Егер болса, түртіп жазып қойыңыз. Және де бүгінгі күнде сіз ақшаңызды өз қалауыңызға жаратсаңыз, өзіңізді кінәлайсыз ба? Кінәлі сезінесіз бе? Бекер осыны алыппын. Не үшін алдым екен? Осы ақшаны құрттым мен. Енді ана басқа затты алуға менің ақшам жоқ болып тұр ғой, деген сияқты ойда боласыз ба? Кедейлік, жоқшылық, күмән, сенімсіздік кішкентай кездегі балалық шақтан басталады. Яғни, қараңыз, сіз балалық шақта ата-анаңыздан жиі жоқ деген сөзді естіп өссеңіз, сіз есейген кезде шектеулі ойлайтын боласыз. Ол қалай? Шектеулі ой деген ол дефицитарлық ой, яғни дефицитарное мышление. Яғни бұл дүниені сіз шектеп тастайсыз. Шын мәнінде Алланың жаратқан дүниесі ол шексіз, яғни ризықтың өзі шексіз. Ризықтың өзі біз қазіргі уақытта теңіздей ризықтың бір қасықтай бөлігін ғана алып жатыр екенбіз. Сонда шын мәнінде Алланың берер ризығы өте мол. Алланың берер ризығы кең, шексіз. Бірақ біз балалық шағымызда сондай жоқшылықтармен өскеннен кейін ата-анамыздан жиі жоқ деген сөзді естіген себепті біз бүгінгі таңда барлық нәрсені шектеп қоямыз. Яғни Алланың жаратқанына шек келтіреміз. Бірақ шын мәнінде қараңыздар қыздар, бұл өмірде мүмкіндік те көп, ақша да, ризық та өте көп. Сол үшін қыздар, бүгінгі таңда сіздің өміріңізде кездесіп жатқан проблемалардың барлығы балалық шақтан басталады. Мысалы, адам баласына ақша адамнан келеді. Яғни, сізге ақша адамнан келеді. Яғни, басқа адамдардың жүрегін
Аллах тағала ашып қояды да сізге бұрады. Сол арқылы сіз табысқа жетесіз. Мысалы, сіз бір өнімді шығарасыз, бір өнімді сатасыз, сол өнімді өзге адамдарға ұсынасыз. Міне, менің осындай өнімім бар, менің өнімді алсаңыз, сізге осындай пайда болады деген сияқты сіз өзге адамдарға ұсынасыз, өзіңіздің өніміңізді. Бірақ сізде проблема неде? Сіз тіпті өзіңіздің еңбегіңізді, өзіңіздің өніміңізді, өзіңіздің продуктыңызды ұсына алмайсыз. Өйткені сіздің самооценкаңыз төмен. Оның барлығы қай кезден басталады? Оның барлығы сол балалық шақтан басталады. Яғни сіздің мектепте мысалы өзіңіздің жағдайыңыз төмен екенін байқайсыз, өзгелердің жағдайы жақсырақ. Ол не істейді? Сіздің самооценкаңызға бірден кері әсерін тигізеді. Яғни мен кедеймін, менде бұндай нәрсе жоқ, мен құнды емеспін деген сияқты. Және де тағы да бір себеп, мысалы, сіз ата-анаңыздан бір затты алып беруін сұрадыңыз. Әке, анашым, алып беріңізші дедіңіз. Олар болса ақша жоқ, қоя тұршы деп жауап берді сізге. Сонда кішкентай баланың бұндай сұрақтардан кейін тіпті ол бірнеше рет осындай сұрақты қояды, бірақ бірнеше ретте сондай жауап алғаннан кейін бала сұрап шаршайды. Ол сұрағысы да келмейді ата-анасынан. Кейін ол баланың бойында менің қалауым маңызды емес, маған еш нәрсе керек емес, менің қалауым ол жай нәрсе деген сияқты тұжырымға келеді. Және де одан кейін ол бала мүлдем еш нәрсе сұрамайтын болады. Яғни менің қалауым маңызды емес, менің қалауым керек емес деген сияқты тұжырымға келеді. Сол үшін де қыздар, сіздер бүгінгі таңда көптеген мүмкіндіктерді көрмейсіздер, өйткені сіздер шектеулі ойлау жүйесіндесіздер. Яғни сіз мен былай амал етіп көрсем, мынандай адамдармен сөйлессем, кездессем, өзімнің еңбегімді ұсынсам, немесе продуктымды ұсынсам деген сияқты, өзіңіздің шығарған өніміңізді ұсынсам деген сияқты сізде тіпті ондай ой да жоқ. Сіз өзіңізді тек қана шектеп тастағансыз. Жоқ, олай болмайды. Менен ешкім сатып алмайды, менің жолым болмайды, менде ондай мүмкін емес, мен әрқашан осылай жүремін деген сияқты сіз өзіңізді шектейсіз. Яғни Алланың шексіз екеніне күмән келтіресіз. Бұл шектеулі ойлау деп аталады. Яғни дефицитарное мышление. Сіздің осылай ойлауыңыз дефициттік ойлау жүйесіне жатады. Дәл бүгінгі күні қандай проблемаларыңыз болса, оның түп тамыры дәл балалық шақта, соны анықтау керек. Яғни тафаккурды қосу керек. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Менің Instagram парақшама тіркеліп, сол жерден көптеген мәлімет алсаңыздар болады.